Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Жанат. Бүгін кешкі асқа тефтели дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет қажет. Және де мен ең бірінші күрішімді қайнаған суға 5-10 минутқа қойған болатынмын. Яғни алдымен күрішімізді бұқтырып аламыз. Одан кейін тартылған етке күрішті, пиязды өте ұсақтап тураймыз. Жұмыртқа саламыз, дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Және де қалауларыңыз бойынша сәбізді теркадан өткізіп, ұсақтап тұрып қоссаңыздар болады. Сосын домалақ пішінде тефтелилерімізді жасап, ұнға аунатып аламыз. Менде бұл рецептпен 10 штук тефтели шықты. Сіздерге бұл рецепт аз болатын болса, 2 еселендіріп жасасаңыздар болады. Яғни осы рецепті 2 есе көп қып жасайсыздар. Сосын табамызға май құйып аламыз. Тефтелилерімізді салып, екі жағын қызартып тұрып қуырып аламыз. Сосын тефтелилерімізді аламыз. Және осы майға көп болса майын кішкене құйып алсаңыздар болады. Одан кейін осы майға жаңағы соусымызды дайындаймыз. Майымызға пиязымызды саламыз. Одан кейін болгарский перецімізді саламыз. Қызартып қуырып аламыз. Томат саламыз. Одан кейін 2 қасық ұн саламыз. Сонда біздің соусымыз өте қою болады. Сосын кішкене су құямыз. Суымызға қайнағанша жақсылап тұрып араластырамыз. Сонда түйіршік болып қалып кетпейді. Одан кейін жаңағы тефтелилерімізді салып аламыз. Сосын тағы су құямыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып 20-25 минутта астын баяу отта пісіріп аламыз. Және жанына гарнир ретінде мен пюре дайындадым. Сіздер күріш немесе макарон қойсаңыздар да болады. Осымен біздің тамағымыз дайын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына үлес қосып отырсаңыздар қуанып қалар едім. Ас болсын!